Ақсу айылының төрінде дүбірлі аламан басталғалы жатыр. Енді шежірелі Шет ауданы Қойнауы құтты Ақсу айылы атырабы ежелден оты ауызды орап тілді ақындарымен танымал. Ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған облыстық айтыс ұйымдастыру өте оң бастамалардың бірі деп санаймын. Әкімі ақынын істесе ол елдің бағының жанғаны, ақыны әкімін істесе ол елдің сорлағаны дейді. Үлкен іске тәуекел бел буып бар ақындарды жинап жатқан Мұхтар Мұхит Сайдауұлына ісіне жеңіс тілейміз. Мұхтар, үлкен рахмет сізге. Топқа түссе әрқайсың жарай бер деп, шырақтарым абай бола алмасаң да, жеңіл әзіл қалжыңға абай бол деп Ассаламағалейкум, ардақты ағайын, құрметті жырсүйер қауым. Бүгін Арқаның төрінде аламан айтыс басталғалы жатыр. Елімізге, жерімізге, жалпы бүкіл әлемге аты жаман індет тарағалы көптеген қызықтар, қаншама қуаныштар, дүбірлі аламандар өзінің деңгейінде өтпей жатқанын жақсы білеміз. Дегенмен де жоқтан бар жасап, елдің рухын ояту, ұлттық дәстүрімізді насихаттау мақсатында Шет ауданы әкімдігі, Шет ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі және Арқа айтыс ақындар жыршы жыраулар мектебі ұлттық өнерімізді насихаттау мақсатында осы артында өлмейтұғын сөз қалдырған атты Абай хакімнің 175 жылдығына арналған аламан айтыс өткізіп жатқан жайы бар. Бүгінгі аламан айтысқа қош келдіңіздер. Алла тағала ақындардың аузына тәуір сөз салсын. Абай хакім қазақтыққа берген Алланың үлкен сыйы. Абайы жоқ желді аяйымыз дегендей, абайы бар елдің ақылы бар, абайы бар елдің рухы қашанда асқақ. Абай қазақпен мәңгі бірге жасай береді. Бүгінгі аламан айтыста Абай хакімнің барлық қасиетін ақындар өзінің деңгейін жеткеніне шейін жырлайды деген үміттеміз. Олай болса, біз көп сөйлеп созбай айтысты бастайық. Айтысты бастамас бұрын ақындарды қазір ортаға шақырамыз. Ал олай болса, ардақты ағайын, құрметті көрермендер, бүгінгі YouTube каналына тікелей қатысып отқан, осы аламан айтысты асыға сағына күтіп отырған тыңдармандар, оқырмандар, көрермендер, олай болса айтысты бастаймыз. Ортаға осы бүгінгі облыстық айтысқа 12 ақын қатысқалы тұр. Олар алдын ала іріктеуден өтті. Жалпы қазір Арқа айтыс ақындар мектебінде 30-ға жуық ақын тіркелген. Солардың ішінен 12 ақынды іріктеп, сұрыптап, бүгінгі Шет ауданы әкімдігі ұйымдастырып жатқан аламанға қосып жатқан жайымыз бар. Олай болса, ортаға ақындарды шақырайын. Шет ауданының үмітін үкілеп әкеліп отырған ардақты ақын Тілеген Әділіптің ізін басып келе жатқан Мұхтар Әділіпті ортаға шақырайық. Шет ауданының атына шығып отыр. Шет ауданының тағы да намысын қорғап, туының биікке желбіретем деп келіп отырған Қамиев Ұлан Ғасыр Қасқыр ақынды ортаға шақырайық. Дәл осы аламан айтыста ерекше өнер көрсетем деп алдыңғы жылғы Жұмабек Ташенов атындағы жылдың үздік айтыскер ақының атағын жеңіп алған, Баянауылдың баурайынан түлеп ұшқан Ырымбай Нұрсұлтан ақынды ортаға шақырамыз. Ортада
Бекболат Еркеғали Теміртау қаласының намысын қорғап келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Теміртаудан тағы да бір дүлдүл ақын Тілеубек Жанарыс келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Бұқар Жырау ауданының түлегі Доскей Ботбай келіп отыр осы айтысқа. Бағын сынағалы. Қарсы алыңыздар. Әлихан Бөкейханның кіндік қаны тамған жерден Ақтоғайдың намысын қорғағалы Сейфулла Алихан домбырасын қолына алып келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Дәл осы Ақтоғайдан намысын қорғағалы келіп отырған тағы бір ақынымыз Ғалым Арғынды ортаға шақырайық. Нұра ауданының түлегі Бақыт Жандос та бүгінгі айтыста бағын сынамақ. Қазір жырға салсан жыр айтатын, әнге салсан ән айтатын, айтысқа қоссан топ жарып шығатын, 7 қырлы, 8 қырлы бір сырлы кеше ғана айтыстардан жүлделі орын алып келіп отырған Байсүгіров Нұрмұхамед осы айтыста. Суға салсам батпайтын деген сияқты ғой. Тағы да бір айтыстың жұлдызы қасиетті Қасым ақын туған ауылдың түлегі Нұртас Оспанов деген ақынның баласы Бегарыс Оспановты ортаға шақырайық. Қарқаралы. Он екінші ақынымыз ол Сәбет Төрехан. Ол өзі төре, өзі хан болғаннан кейін асықпай келейін деген екен. Сондықтан оны да хабарлап өтейік. Майқұдықтың намысын қорғаймын дейді. Ал енді ақындар алдарыңызда бүгінгі аламанға түсетін бақтарын сынағалы келген ақындарға баға беретін, осы ақындардың обал сауабына жауап беретін, осы ақындарға бала кезінен бастап бағасын беріп, батасын беріп, бағасын арттырып келе жатқан қазылар алқамыз, осы қазылар алқасы. Осы айтыста шамамыз келгенше айтыскер ақындардың бәрін қамтыдық. Өйткені айтыскерді айтыстың ішінде қазанда қайнап жүрген, сол айтыстың отына күйіп суығына тонып жүрген ақындардан басқа кім біледі деп Қарағандының маңдайалды 4 ақының осы қазылар алқасына қостық. Және де Шет ауданы әкімдігінің ұйымдастыруы болғандықтан біз сол жергілікті елдің азаматтарында осы бүгінгі айтыстан құр қалдырмауға тырыстық. Ортада сол Шет ауданынан келіп отырған, Алла қаласа қазір жетеді, Ертай Жарылқабылы Жәнібеков деген ағамыз қазылар алқасының құрамында. Айтыстың қазылар алқасының құрамында жырау, таңды таңға жырлайтын жыршы, аңшы, сері, асылдың сынығы, жақсының жұрнағы, әулие Тілеген Әділіп әулиелігі де бар. Айтыстың қазыларының арасында көзге бірден оттай басылатын, сахнаға шыққанда маржан болып шашылатын, түнге қарай ашылатын Мақсат Аханов та осы айтыста жюри болып отырады. Осы Қарағандыдағы айтыс ақтаңгерлерінің атағын алған алғашқылардың бірі ол әнші, қазір әнші, бұрын жыршы деуші еді, қазір әнші, жыршы, термеші, ұстаз, айтыстың ақтаңгері Дидар Қами.
айтыстың қазыларының алқасының төрағасы, осы айтыс саласында алғашқылардың бірі болып докторлық диссертация қорғаған, айтыстың ақтаңгері, айтыстың ардагері, біздің ұстазымыз профессор Қойлыбай Асанов, қазылар алқасының төрағасы. Және де бүгінгі айтыс өтіп жатқан жер ол Достық үйі, Қарағанды облысы әкімдігі, қоғамдық келісім. Осы ақындарды қолдап, ақындарға әрқашан осындай жағдай жасап, оларға қолынан келгенше бүкіл мүмкіндікті беріп жатырған, және де осы Достық үйінде арқа айтыс ақындар мектебіне арнайы бөлме, кабинет ашып, осы ақындардың 24 сағат дайындалуына жақсы жағдай жасап отырған осы Достық үйінің басшысы Бақтияр Бекмырзаға да алғыс білдіреміз. Бүгінгі айтыста 6 жүлде бар. 6 жүлдеден бөлек шет ауданының айтыс ұйымдастырып жатыр екен деп, Нұржан деген, Біржан деген бауырымыз келіп отыр. Бірақ енді ол жігіт мына оң жақтағы отырған, мына жақсылап қарап алыңдар. Біржанды жақсылап 1 сағат жырлаған адамға 1 миллион береді, Алла разы. Алла разы болсын. Ақындар, онда айтысымызды бастаймыз. Бірінші жұп бізде жеребе тартылды. Бір айта кететін жағдай, ақындар айтысындағы жеребепке шет ауданның басында өтті. Осы айтыстың ашылу салтанаты Ақсу Аюлыда өткен болатын. Онда тілеген жырау балаларға батасын берсе, Дидар Қами жырдан шашып арнауын арнады. Шет аудан әкімі Мұхит Мұхтарұлы өзінің сайлауылы, өзінің балаларға, ақындарға ақ жолын тіледі. Осы айтысты Қарағанды облысы рухани жаңғыру жаңағы YouTube каналынан көре аласыздар. Барлықтарыңызды соған шақырамыз. Осы сенбіден бастап айтыс бір жұптан күніне беріп отырамыз. Содан Алла қаласа алдағы аптада осы қорытынды айтыстың барлығын сіздер қонақтар, қарағандылық көрермендер, бүкіл халық сол Қарағанды рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің YouTube каналынан көре алады. Барлықтарыңызды соған шақырамын.